балалар, қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. 80-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы жұрнақ пен жалғау. 67-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді оқып, жұмбақ шалдың не дегенін болжап айт. Әсет пен Нәркес денсаулық еліне бармақшы болды. Жолда оларға жұмбақ шал кездесіп, жөн сілтеді. Ол балаларға жер, күн, ауа туралы жұмбақ сауалдар қойды. Балалар сұрақтарға толық жауап берді. Оларға риза болған жұмбақ шал не деп көзден ғайып болды. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар. Жер, күн, ауаның адам денсаулығына әсері туралы топта талқыла. Яғни жер, күн, ауа адам денсаулығы үшін қандай әсері бар? Талқылап көрейік. Жұмбақ шал жер шарын ауа қоршап тұр. Ауасыз кім шыдар? Ауасыз адамдар, жануарлар, өсімдіктер тұншығар. Жер, ауа, күн адамға өмір сыйлайды. Олар біздің тіршілік көзіміз деп көзден ғайып болады. Енді мәтін мазмұны бойынша балалар бір-біріне сұрақ қойыңдар. Әсет пен Нәркес қайда бармақшы болды? Олар жолда кімді кездестірді? Жұмбақ шал не туралы сұрақ қойды? Балалар сұрақтарға қалай жауап берді? 8-ші жаттығуға қараймыз. Мақалдарды жатқа жаз. Денсаулық зор байлық. Жалқаудың жаны тәтті, еңбектің наны тәтті. Қарамен жазылған сөздердегі жұрнақ пен жалғауды тиісті белгілермен белгіле. Үлгі. Оқулық оқуға. Яғни оқу түбірі лық, жұрнақ. Оқуға, оқу түбірі ға, жалғау. Міне балалар, бізге мақалдың ішінде байлық, жалқаудың, еңбектің сөздері қарамен жазылған. Енді осы сөздердегі жұрнақ пен жалғауларды ажыратып көрейік. Байлық сөзінде бай түбірі лық, жалғау. Жұрнақ, жалқаудың деген кезде жалқау түбірі дың, жалғау. Еңбектің дегенде түбірі еңбек, тің, жалғау. Міне балалар, осылай байлық, жалқаудың, еңбектің сөздерін тиісті белгілермен белгілеп жазыңдар. 69-ші жаттығуға қараймыз. Тірек сөздерді пайдаланып, күн тәртібі тақырыбына әңгіме құрастыр. Бізге тірек сөздер берілген: ерте тұру, демалу, тамақ ішу, сабаққа дайындалу, ойнау, кітап оқу. Енді осы тірек сөздерді пайдаланып, күн тәртібі тақырыбына әңгіме құрап көрейік. Мен таңертең ерте тұрып, таңғы асымды ішемін. Кітап оқып, сабаққа дайындаламын. Содан соң түскі асымды ішіп, сабаққа шығамын. Сабақтан соң үйге келіп, ойнаймын. Кешкі тамағымды ішіп, демаламын. Содан соң ұйықтаймын. Балалар, міне сендер де күн тәртібі тақырыбында қалай әңгіме құрар едіңдер? 70-ші жаттығуға қараймыз. Сөздерді жұрнақ, жалғау арқылы өзгертіп жаз. Бізге іс, орын, талап, көл, қобыз деген сөздер берілген. Осыларға керекті шік, шы, кер, дық, ты деген жұрнақ пен жалғауларды қосу арқылы сөздерді өзгертіп жазып көрейік. Іс, кер, орын, дық, талапты, көл, шік, қобыз, шы. Яғни іскер тобында жұрнақ, орындық тобында жұрнақ, талапты жалғау, көлшік жұрнақ, қобызшы
жалғау. Мұны осылай жалғау жұрнақтарды қосу арқылы балалар осылай сөздерді жазып шығайық. 71-ші жаттығуға қараймыз. Суреттегі ренжіген балалардың қайсысын қалай жұбатар едің? Бізге екі сурет берілген. Бірінші суретте шахмат ойнап отырған екі бала, екінші суретте жылап тұрған баланың бейнесін көріп тұрмыз. Енді осы суретке қарап, ол балаларды қалай жұбатар едің? Жазып ойымызды айтайық, балалар. Бірінші суретте шахмат ойнап отырған екі балаға ойыннан бірін жеңілсең, ашуланба, ренжіме. Бүгін жеңілсең, ертең міндетті түрде жеңіске жетесің деп жұбатар едім. Екінші суреттегі адасқан балаға үлкендердің рұқсатынсыз ешқайда өзіңнің білмейтін жерге шықпауды ескертіп, жылама, ендігі жолы бұлай жасама деп түсіндірер едім. Балалар, сендер осы екі баланы жұбату үшін қандай өз сөздеріңмен жұбатар едіңдер? Өз ойларыңды да айтып өтіңдер. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.